Жүрді ана менің телефоным. Қайда бара жатыр? Сәлем достар, Сабина and Family каналына қош келдіңіздер. Адина, Асылхан, Алихан, мамасы. Сабина басқа машинада, біздер екі машина болып 3 күндік жол жүретін боламыз. Және басқа бір республикаға баратын боламыз. Қай республика екен білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. Міне бүгін алғашқы рет Сабина and Family каналына мамасы блог түсіріп жатыр. Соған реакция білдіріп қойыңыздар. Біздерде әлі сабақ біткен жоқ, білесіздер. Бүгінгі число қандай? Бүгін 23 ма? Бүгін 23 мамыр болып тұр. Бізде ерте шықты. Мектептен сұранды. Жерде музыкалы өлең айтып жатыр. Рэп өлең. Айфон сатып алдым. Екі телефон сатып алдым. Білмеймін, антақтан білмеймін. Адина жатып жатты, мамаға қарап. Носкиім шештім, о май гад. Достар, мына жерде авторский музыка болғандықтан мен сөйлегенмен музыкада қосылып айтылып жатыр. Сол үшін аудиомен шығайын дедім. Мына жерде бізде жаңбыр қатты құйып кетті. Біздер Астанадан шыққан кезде. Мына жерде мұндай байқалмағанмен қатты құйып жатыр. Прям погода вообще күшті болып тұр. Табиғаты да әдемі. Терезені аша алмай отырмыз, өйткені жаңбыр жауып жатқандықтан. Негізі көп жерлерде терезе ашылмайды. Өйткені шаң, құм болады. Соны түсініңіздер. Достар, егер тым-тырыс болып қалған болса, значит, ол авторский музыка ойналып жатыр деп есептей беріңіздер. Сол өздеріңіз жақсы білесіздер, ютубта солай авторскийді қоймайды, оған болмайды, иә, қоюға. Соны алып тастау керек болды. Осылай істеп жатырмын. Түсіністікпен қараңыздар. Біздер Қарағандыға жақындап қалдық. Мынау ақылы жол ма? Ақылы жолға жақындадық. Негізі әдемі жерлер көп, жаз болғасын табиғат әдемі. Жап-жасыл. Иә, су ане. Ана жерде әдемі су көттісіңдер. Şot aldık. 520 tenge var.
20. Шот қалдық. Молодец. Бар екен. Шот или шот? Өйді жазып тұрған жоқ еді. Қарағандыға жақындап қалдық. Неге осындай табиғаты бар. Сосын мынадай осылай екі машина Сабина жүр әне. Сабина әжесімен жүр. Сәлем достар, бүгін бізде саяхат влог. Біз 3 күндік саяхатқа шайынып жатырық. Біз бір елге барамыз. Қандай елге екенін сіздер комментария жазып кетіңіздер, отгадайте. Адина. Достар, сіздер уақыт өткізу үшін мынандай бір ойнау ойнап жатырық. Қалалар, қалалардың соңғы тегіші соңғы әрпін. Мысалы үшін Ташкент десе, соңғы әрпіне тағы басқа қаланы табу керек. Астана дейді. Әрпіне қандай бар? Астана. Ақтөбе. Ема, мамабай не? Екатеринбург. Көке, Екатеринбург. Екатеринбург. Има. Игань. Тема? Папа. Қызым. Папа. Папа. Ирландия. Папа. Ирландия. Не қалама ғой? Страна ол. Ирландия. Йемен. Йемен деген қала бар ма? Ертіш деген бар ма? Ертіш. Шалматан. Мен айтам, Шымкент. Шымкент. Тыма? Тараз. Таразды. Сырышаны. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Жоқ, Новосибирск. Кімі? Көкшетау. Көкшетау ма? Уральск. Қостанай. Ирландия. Бола ма Ирландия? Йемен. Бар ма? Йемен. Новосибирск. Онда Наваи. Достар, біздер қазір Қарағандыдан кейін Балқашқа барып, бір күн сол жерде боламыз. Содан кейін барып, ары қарай жолға шығамыз. Оның бәрін мен айтып отырамын. Бірақ сонда да мына жолда музыкалар болғандықтан мен осылай айтуым керек болды. Сіздерге осы әдемі табиғатын көрсеткім келді. Тамашалаңыздар. Ойламаңыздар, неге тауды түсіре берген деп. Өйткені тауды мен қатты жақсы көремін. Табиғатты, тауды, суды жақсы көремін.
бізде мынандай жерге мынандай бір кафешка келіп тоқтады, бірақ ештеңке жеген жоқпыз, өйткені өзімізбен істеп алып шыққанбыз. Ұзақ жол жүретін болмасын, қайтадан мүмкін отыратын шығармыз. Біздің машинамыз. Енді ал біздер ары қарай жүрдік. Мінекей бізде балабақшамыз, полный салон. Аблайхан, Алина, Адина, Асылхан, Алихан. Отырмыз, ары қарай жолға шықтық. Адина, ой, Алина, ой, Аблайхан, ой, Аблайхан. Күн батып жатыр, әдем болып. Кішкенемдерді кішар. Ақсу ауыл екен. 然后给大家看一下咱们这个7号闪电篮球啊，这款篮球是深蓝色。 Ого, вот мяч. Мінекей түнгі сағат 11 болды. Қазір біз Балқашқа келдік. Бүгін демаламыз да, ертең таңертең шығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, подписаться етіңіздер. Тіркелмеген кісілер болса, тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Görüş.